баласын алып тастаған сияқты, потому что астынан қан ағып жатыр, тоқтамады. Астындағы баласы несі? Баласы екіқабат болды ол. Маған аяғым жүкті ауыр, болған аяғым ауыр. Өз-өзіне қол салатын қыз бе жоқ? Табалған іздер бар. Шыбықтың ізі бар. Шыбықтың ізі бар, сабалған. Мына жақта тырналған, қызарып. Одан кейін аяғының бәрі синяк, біз көрдік. Мына маңдай көгерген. Басын жарған ба білмейміз оны. Басы жарған, қан тоқтамайды бас. Басынан бастап шашын үшін сабан, Құран ішінде ұрған ба деп ойладық. Бұлай денесін сүйреген деп ойладық, өйткені аяқтан бұлай қарай денесі сырылған. Арқасы шыбықпен ұрылған. Шыбықпен ұрып. Шыбықтың іздері бар ма? Іздері бар. Почкасы ісіп кеткен, көкпеңбек болып тұр. Кім істеуі мүмкін? Мадияр. Құрметті достар, әлеуметтік желіде Меркедегі қайғылы оқиғаға қатысты көп азаматтар мені белгілеп жатыр екен. Бір барнеға бола адам өмірі қиылды деп жатыр. Қазіргі таңда менің анықтағанымдай қылмыстық кодекстің 105 бабының 1 бөлігімен қылмыстық іс қозғалған. Яғни ол өзін өлтіруге дейін жеткізу немесе оған ықпал ету деген баппен. Ер азаматтар өздерінің үстемділігін күшпен білдіріп, қаншама қайғылы оқиғалар орын алып жатыр. Өздеріңіз білетін Айзат Нұрайдың оқиғасы. Менің өзім өндірісінде өзінің әйелін 39 рет пышақтаған полиция қызметкерінің оқиғасы. Бұл қашанғы жалғаса бермек депутаттық үміткерлер. Дәл осы ретте де олар үнсіз қалады деп ойлаймын. Дәл осы баппен қозғалған істерді аяқсыз қалып жабылып жатыр. Өздеріңіз білетін Нұрғанаттың ісі осылай жабылды. Арман Дүйсеновтің баласына қатысты іс әлі түбіне жеткен жоқ. Ақнардың ісі тізбек дей берсең шыға береді. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің заңның осалдылығын білдіреді, және бұл істі шешуге деген біздің әрекетіміздің бағытының дұрыс еместігін білдіреді. Бұл жерде кешенді түрде жұмыс жасау керек сияқты. Ер азаматтарымыз отбасын құрар кезде, оларды да мектеп жасынан болсын, отбасынан болсын, алдын ала дайындау қажет сияқты. Әрқайсымыз үйде әлпештеп өсіріп отқан қыздарымыз бар, соларға алаңдаймыз. Мұндай сұмдық ертең сіздің басқаның үйінде қайталанбасына кім кепіл? Бұл қоғамның көтеретін мәселе деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар?